Сәлем, сіздермен Асқар. Бүгін біз 2004 жылғы шыққан Дверфбалу деген кино жайлы айтатын боламыз. Жағажай жағасында Мэтт деген орта жастағы жазушы адам тұрады. Оның Мэрион есімді әйелі мен Рот деген қызы бар. Үйінің қабырғасында кішкентай балалардың суреттері ілініп тұрады. Бұлар бірнеше жыл бұрын жол-көлік оқиғасынан қаза тапқан еді. Осыдан кейін әйелі тұңғиық күйзеліске ұшырап, өз қалпына келе алмай жүреді. Рот есімді қызын бала күтуші қыз қарайды. Рот ағаларынан айырылғандықтан олардың фотосын күн сайын қайта-қайта қарайды. Мэтт жүргізуші көлігінен айырылғандықтан көмекке Эдди есімді жігітті қасына алады. Мэрион күйзеліске түскені соншалықты жанұясынан да алыстай бастайды. Сосын екеуі өз қалпына келу үшін бөлек тұруға бел байлайды. Мэтт болса өз үйіне, Мэрион болса қонақ үйге жайғасады. Мэрион көлікті жүргізуші үшін Эддиден көмек сұрайды. Солай арасында ұшқын пайда болады. Эдди жас тартымды жігіт, Мэрион болса жасы келсе де әлі біраз жігітті қирататыны рас. Эдди Мэрионды тиісті жеріне апарып тастаған соң, Мэтттің үйінде өмір сүреді. Оны ол өзіне үлгі тұтады. Эдди да Мэтт сияқты жазушы болғысы келеді. Бір күні Мэтт Эддиға өзінің жанұясындағы мәселені айтып жариялайды да оны бала күтуші қызбен таныстырады. Мэтттің тағы бір өнері жалаңаш әйелдерді суреттейтін. Келесі күні Эдди кездейсоқ Мэрионды театрда кезіктіріп қалады. Содан кейін екеуі бір жерде отырып тамақтанады. Мэтттің үйіне келген Эдди шыдамай Мэрионның суретіне ләззаттана қарап амалын жасайды. Сол сәтте үйіне Мэтт оралып қалғанда әзер дегенде бәрін жасырып үлгереді. Келесі күнде жағажайда Эдди Мэрионды аңдиды. Қасына барып айтуға дәті бармағандықтан, кеш қайта үйіне келіп Мэрионның іш киімдерін тамашалап, амалын жасап жатқанда үстінен Мэрион түсіп қалады. Мэрион оған жай ғана келіп қасыма отыр дейді. Сосын Эдди өз сезімін айтады. Мэрион оған мән бермегендей болып отырады. Бірнеше уақыт өткен соң Мэрион Эддиден хабар алып, екеуі біраз сөйлесіп, қалағандарын жасайды. Бір күні Эдди мен Мэрион жатқанда үстіне қызы Рот түсіп қалып, жылап шығып әкесіне айтып береді. Мэтт бұл жағдайға еш реакция білдірмей, жай ғана ажырасайық деп, бірақ Ротты маған қалдыр дейді. Эдди Мэрионнан күйеуің жайлы не ойлайсың дегенде, ол жақсы адам, қамқор адам, бірақ жек көретінім ол жалаңаш әйелдердің суретін салуы дейді. Бұрын оның моделі Мэрион, яғни жұбайы болатын. Уақыт өте келе басқа жас қыздарды суреттейтін. Мэрион Эддиға алысқа кеткісі келетіні жайлы айтады. Мэтт Эвелин есімді модельмен бір үйде тұрып, екеуі сонда қалады. Мұны Мэрион да біліп қолдайды. Бір күні Мэтт жас қызды модель ретінде суретке түсіруге ұсыныс тастайды. Оны үйіне әкеле жатқанда үйінен кетіп бара жатқан Мэрионды көреді. Мэтт қызы Ротқа қарай алмай кеткен болады. Сол кезде Мэтт Эддиға сырын айтады. Жол-көлік оқиғасы күні ол екеуі де мас болғанын және көлік жүргізушіден тәжірибенің аз болғандығын айтады. Сосын қайғыларын басу үшін Ротты дүниеге әкелгенін айтады. Бірақ бәрібір күйзелістен құтыла алмағандарын айтып, оны естіген Эдди не айтарын білмей үнсіз қалады. Оның ойы Мэрион қалайша ол өз қызын тастап кетті екен дейді. Ертеңгі күні жаңа қызметшіні жұмысқа алады. Осыдан кейін Эдди үйіне қайтып оралады. Ертеңгі күні жаңа қызметшіні жұмысқа алады. Ол көлік жүргізіп басқа жұмыстарды істейтін болады. Оның әйелі үй шаруасымен Ротқа қарайтын болады. Осы кино осылай аяқталады. Кино көңілсіз көрінеді. Жақындарыңызға қамқор болып,
көлікті мас күйінде жүргізбеңіздер. Сіздермен бірге болған Асқар. Менің басқа да видеоларымды қараңыздар. Каналға жазылып, лайк басып, бөлісіп кетіңіздер. Сау болыңыздар.